Кішкентай кезінде кішкентай бір дастарханда бір нанды бөліп жеген, бір-бірінің киімін киіп өскен, бірі ауырып қалса екінші аяғынан тік тұрып оған қызмет жасаған, бірі көшеден таяқ жеп келсе екінші барып шамасы келгенше біріншісінің ақысын алуға әрекет жасаған, бір бөлмеде бір көрпені жамылып жатып түнде біреу ашылып қалса оны икемдеп көрпесін жапқан, өсіп келе жатқан кезде дос сияқты бір-бірімен сырласқан, қыз бой жетіп тұрмысқа шыққан кезде, бала ер жетіп үйленген кезде менің бауырым өсті, үйленді ғой деп қуанып тойында қызмет жасаған бауырлар сол тойдан кейін көп ұзамай-ақ неге бір-біріне жат адамдай болып бара жатыр. Қазір дүниеге таласқан, іштері қызғаныштан өртенген, әйелінің немесе бөгде адамдардың сөздеріне еріп, бауырлар арасындағы жылы қарым-қатынасты бұзып жатқан адамдар, бауырлар көбеюде. Бауырды ешкім өз қалағанша жасап ала алмайды. Ол бір қаннан жаратып, бір-біріне демеу болсын деген Алланың үлкен аманаты. Неге бауырлар бір бөлмеде бір көрпенің үстіне жатып өсіп, қазір бір үлкен үйге сыймай қырылысып жүр? Неге кім көрінгеннің сөзіне еріп, арзымайтын дүниені әңгіме қылып, сол үйленгенше сол күнге қалай жеткенін ұмытып кетіп жүр? Естеріңізде болсын, өткен күндердегі жақсылықты ұмытқан адам өз өмірінің берекесінен, ал сол бауырларды ажыратуға себепші болған адам өз басының тыныштығын, өз денсаулығының амандығын жояды екен.